Баршаңызға сәлем достар. Тараканнан құтылудың тез жолын тапқаныма шүкір етемін. Сіздермен де бөліскім келіп жатыр. Өйткені құтылу өте қиын екен. Мен өзім басымнан өтті. 6 ай ма, 7 ай ма, сондай уақыт мен құтылудың әртүрлі жолдарын істедім. Болмайды екен. Борная кислотамен картошка, жұмыртқаның сарысы дейма, китайский бор, дуз, любой хлор бар ма, бәрін істедік. Ондайдың бәрінен өлмейді екен, андай көбейе береді екен. Ешқандай нәрсе әсер етпейді екен. Мына қытайлар таппайтын нәрсесі жоқ екен. Осы қытайлардың несінің арқасында кетті ғой. Осы күшті екен. Мынау енді точно әсер етеді. Мен өзім қолданып, өзім неғылған результаттарын көргенді ғана YouTube каналыма шығаратын боламын. Соларды міне ең әсер еткені осы спрейді аласыздар. Бірінші күні полный барлық комнатаға сеуіп шығасыздар. Бұрыш, плюнтустардың астарына, енді андай шкаптардың арттарына енді қалдырмайсыздар. Барлық жер. Әсіресе кухняда су жүретін, кранның несіне барлық қандай бұрыш андай нелердің канализация бар ма, су жүретін, неге қарай кететін барлық нелерге себетін боласыздар. И артынша порошокты не қылып сеуіп, балаларды абайлаңыздар, порошокты жеп қоймасын. Осы порошокпен нені барлық комнатаға сеуіп шықтыңыздар ғой, сонымен есікті 1-2 сағатқа жауып тастайсыздар. Далада жүріңіздер, терезелердің бәрін жабық тұрсын. И одан кейін күнде ары қарай бірінші күні полный комнатаға септіңіздер ғой. Енді ары қарай только кухня, ваннаңыз болса, ванна, туалет, кухняға. Әсіресе осы ары қарай күнде осыны тоқтатпай, күнде түнде сеуіп тұрыңыздар. Ал мен де мынадан 2 пачка алған болатын, бірақ пачкасын қолдандым, сонымен болды. Анауымда 1-ақ штугын септім полный, одан кейін кухняға сеуіп тұрдым, болды. Сол екеуін ғана қолдандым, 2-ақ зат кетті. И мына порошогың біреуі артық қалып кетті. Сонымен уже жоқ болды, тараканның да ізі де көрінбейді. Күшті әсер етті. Енді советую сіздерге. Кетіріп алыңыздар, құтыла алмай жүрген жандар құтылып алыңыздар. Өте жаман нәрсе екен, көбейе беретін, кетпейтін. Ұнаса, результат берсе комментария жазып, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Осындай күшті әсер еткен заттарды мен сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Кездескенше сау болыңыздар.